Бүгін Instagram. Есінде ме? Біздің пульт осындай болушы еді. Канал ауыстыру үшін қысқаша іздеп, соның өзі бір әурешілік болатын. Теледидар көрсетпей қалса, үйдің берекесі қашатын. Біріміз шатырда, біріміз үйде. Көрсетті ме деп айқайлап, көзіміз телміріп отыратынбыз. Ол кезде су... Анашым, сабақ басталды. Барғым келмейді. Неге? Енді ағылшын, математика, орыс тілі бәрі маған қиын. Жаным, барлығы саған қиын болса, демек, қазірден бастап дайындықты бастауымыз қажет. Солай ма? Иә. Егер сенің туған күнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Мына группаңа да, мына группаларыңа да, ашқан адамға да, ішінде отырған адамдарға да бар ғой, бәріне айтайын. Ассалаумағалейкум. Bir günde, bir saatin içinde 200 tenge табыс. Үйде отырып, болмаса любой жерде қыдырып, осы телефон арқылы аптасына 1 400 000 теңге. Нереально да? Бұл пирамида емес, мошенничество емес, бірдеңе алып сату болмайтын қайдағы дүние емес. Профильда ссылка тұр, сол бойынша өтіңіздер, жеке түсіндіретін болады. Және де сол жақта барлығы тегін берілетін болады. Ұнаса кірдіңіз, ұнамаса шығып кеттіңіз. Bir saatin içinde 200 000 tenge табыс. Досым, бір жерін тұрмай қалсын, аумин. Досым, бір жерін тұрмай қалсын, аумин. Досым, бір жерін тұрмай... Туған күнің келе жатыр, мынандай подарка болмаса келмей қойыңдар. Бермей қойыңдар. Құттықтамай қойыңдар, мынандай подарка болмаса. Міне, адам осындай подарка беру керек қой. Анандай ненормальный подаркаларында керек емес. Мен сенбеймін, бопты. Осындай керек. Туған күнің келе жатыр, мынандай подарка болмаса келмей қойыңдар. Менің атым Ахмет. Осы дұрбол келін сайындап. Вот это поворот! Той, қазір үйге кірсем, тамақ жасау керек, үй жинау керек, балалардың да сабағы бар. Шаршап кеттім. Үйді кім жинап қойған? Біз ғой, мам. Ал тамақты кім жасады? Мен жасап қойдым, мам. Қазір онда математика орындайық бірге. Ой, мам, сіз бізді қаламға жазып қойдыңыз ғой. Қазір есеп шығару мүлдем қиын емес. Өзіміз-ақ орындаймыз. Сіз барып демалыңыз. Встречай Костанай. Цирковое шоу «Зверополис». Только 24 января в 12. Менің қарындасыма шпагатқа 30 және бидегі сальтан жаса депті. Міне менің қарындасым жасады. Кім осы ойнады істей алады? Құстар, ой. Шагалдармен шагалай. Шимпанзini бананай. Тралалело, тралала. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world. Стоп, қара мынау видеоны, тоқта, қара мынау видеоны. Туған күн деп қуанып, бір қолында торт, бір қолында гелевый шарлар, ештеңе ойламай. Лучше! Бізді әжен қасына жатқызып әке екеуін естисіңдер? Мен көріп қойдым, сендер әке екеуін түнде маған сөздердің жоғы, я? Не, саған? Бәле шығарды сен аңдып бізді. Бізді әжен қасына жатқызып әке екеуін естисіңдер? Мен сенің ойыңды оқи аламын. Қара, экранды басты, паузадағы санды естеп қал. Саныңды есте сақтап қалдың ғой?
сөзді миыңда сақтап ал. Массаж туралы мен Ela bate no peito e ela fala que é braba. Vamos ver se tu aguenta. Sequência vai. Мен атым Мақпал, мақтанбайын деп ештеңе алған жоқпын. Менің атым Талшын, мен тура келген жоқпын. Менің атым Валентина, вообще ақшам жоқ. Менің атым Анар, Алажденің ауасын алып келдім. Менің атым Балауса, сендерде бәрі бар ғой деп мен тура келмедім. Менің атым Қымбат қой деп сендерге тура келген жоқ. Шайға еліңдер. Мама, папаға пранк істейік. Не пранк? Дайын ба шайың? Шайдан алыңыз, отағасы. Келесі экспонатымыз, міне қараңыздар. Туалетте отырып 2 сағат шықпайды. Аяғы үйіп қалған жатыр. Фотоға түсіріп алсаңыздар болады тұрын. Ай, Жүріңіздер, келесі экспонатымыз көрсетейін сіздерге. сасып кетті. Келесі экспонат. Ха-ха, Qoravoy. Kim zo'r ekan? Teshib qo'ydimmi varataringni 3 marta? G'alaba Barselonaniki. Zo'ri siz Kubek. Ha-ha, Qoravoy. Kim zo'r ekan? Привет, косо. Болмайшы ана, 4 пен 5 пен оққан балалар ғана айдайды. 2 мен 3 мен. Олар анау машина айдайды. Сен бүгін ренжітіп қойдың жаным, котағын тұрмайды мане. Валлахи деп көп айтуға бола ма? Валлахи деген сөз Алланың атымен ант етемін деген мағына береді. Бұл өте ауыр сөз. Ол сөзді ойнап қалжыңдап айтуға болмайды. Ең керек кезінде ғана айтылғаны дұрыс. Валлахи деп көп айтуға бола ма? Егер сен осылай жүргің келсе, тыңда. Бірінші пішініне қара. Ол домалақ болса, ол дәмді деген сөз. Ал егер созылыңқы және ұзын болса, ол дәмсіз. Екінші, ол даққа қара. Егер дақ сары түсті болса, ол вкусный деген сөз. Ал егер ақ түсті болса, ол невкусный. Үшінші, ол жолақтарына мән бер. Егер жолақтары сирек орналасқан болса, ол сочный деген сөз. Жолақтары алшақ болса, ол сулы және дәмсіз. Төртінші, ол сабағына Жетпейді. Қайда тықтың, айтшы шет бұл. Апа? Қайда? Досым, біреу сен туралы жаман нәрсе айтса, мен қарап тұра алмаймын.